Сәлем достар, Карпатка бәлішін дайындаймын. Заварной қамыр илеу үшін ұнға қопсытқыш қосып електен өткіземін. Табаға сары май, тұз салып, су құйып отқа қайнатамын. Қайнағаннан кейін ұн салып, қамыр жиналғанша жақсылап араластырамын. Табанның қабырғаларында ұн жабыны пайда болғанша. Дайын қамырды ыдысқа салып 5 минут суытып аламын. Бөлме температурасындағы жұмыртқаларды бір келкі болғанша араластырамын. Үш ретке бөліп, жұмыртқаны қамырға қосып, бір келкі болғанша жақсылап араластырамын. Формаға пергамент қағазын төсеп, қамырдың жартысын салып тегістейміз. 200 градуста қызып тұрған пешке ортаңғы деңгейге қойып 20-25 минутта пісіремін. Піскен коржды решеткада суытып аламын. Қамырдың екінші бөлігінен де корж пісіріп алдым. Заварной кремге 2 жұмыртқаға аз мөлшерде сүт қосамыз. Крахмал қосып жақсылап араластырамыз. Табаға қалған сүтті құйып, қан және ванильді қан салып, қайнағанға дейін отқа қоямыз. Жұқа ағын мен жұмыртқа массасына ыстық сүтті құйып, жақсылап араластырамыз. Табаға массамызды құямыз. Отқа табаны қойып, крем толығымен қалыңдағанша пісіремін. Басқа ыдысқа құйып суытып аламын. Бетінде қыртыс пайда болмас үшін арасында араластырып отырамын. Бөлме температурасындағы сары майды 5 минут блендермен шайқаймыз. Заварной кремге 1 қасықтан сары майымызды қосып, жақсылап блендермен шайқаймыз.
бәлішті жинап, минимум 2 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямын. Үстелге қояр алдында бетіне қант ұнтағын себемін. Бәлішіміз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Каналыма жазылыңыздар, лайк қойыңыздар және достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған Айгерім.